Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ балды торттың рецептісімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер деп кеңес айта аламын. Міне дәл осындай болады. Жасаймыз. Ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырып болдық. Енді біз бұған бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май болады. Одан кейін венчикпен езіп араластырамыз. Араластырып болдық. Енді 3 ас қасық балымызды қосамыз. Сіздердің балдарыңыз қою болса да, сұйық болса да бола береді. Мен дәл қазір сұйық балды қолданып жатырмын. Араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді біз бұны қазір кастрюльге ыстық суды қойып қызытамыз. Оның үстінен ыдысымызды қоямыз. Водяной баняға дәл осылай қойып қоямыз. Біздің маргариніміз дәл осындай болып, біраз ыстып қайнатқан кезде, дәл осылай венчикпен араластырған кезде біздің маргариніміз, сары майымыз ериді. Бір келкі болып ериді. Біздікі ерді. Осындай болады. Одан кейін таза қолымызбен батырып көреміз. Бұл жылы болып тұру қажет. Бірақ қолды күйдіретіндей болмау қажет. Одан кейін біз 1 шай қасық содамызға уксусымызды қосамыз. Одан кейін басқа қасықпен жақсылап араластырып жібереміз. Сіз егер де осылай уксуспен погасить етсеңіздер, сіздердің медовый торттарыңыздан уксустың дәмі шықпайды және де сарғыш, тым сап сарғыш түске енбейді. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырдық. Енді ұнымызды қосамыз. Осы ұнды қосқанда мен описаниясына 400-450 грамм деп жазамын. Егер де сіздер одан көп 500-550 қылып қамырды илеп жіберсеңіздер, медовый торттың корждары қатып қалып, креммен дұрыс болып сіңбейді. Қамыр осылай болады. Консистенциясы бұл бір қарағанда қаймаққа да ұқсап кетеді. Осылай араластырамыз. Сіздер қатты қылып қамырды қосып, қатты қылып қамыр илемеңіздер. Дәл осындай болады консистенциясы. Енді біз бұны тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Одан да көп уақыт ұстасаңыздар да болады. Міне біздің қамырымыз дәл осындай болып қатты. Ыдыстан босатамыз. Енді біз қамырымызды рулет сияқты қылып жаямыз. Одан кейін біз оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөлдік. Міне қамырымыз осындай болады. Біз оны енді жақсылап осылай зуалалаймыз. Міне менде қазір 9 бөлік бар. Енді пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды кішкене ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Бір келкі етіп дөңгелек пішінді қылып жая берсеңіздер, басқа да пішінді қылып жая берсеңіздер болады. Міне осында болып шығады қамырымыз. Бірақ астындағы пергаментке жабыспайды. Мен шұқылау қылып жайдым. Енді біз бұны 150 градуста қызып тұрған пеште 3-5 минут пісіреміз. Мен пісіріп болдым. Мен шеткі жақтар осындай күйіңкіреді. Бірақ бастысы дұрыс болып пісті. Менің қазір мен бұны медовый тортымды 4 бұрышты пішінді ретінде жасайтын боламын. Одан кейін кофемолкаға артық қалған корждарын дәл осылай кофемолкадан өткізіп ұнтақтаймыз. Менікі ұнтақтап бердім. Енді әрбір коржға кремін жағамыз. Мен заварной кремді қолданамын. Оны жақын күндері сіздерге рецептісімен бөлісемін.
немесе сметанный кремді қолдансаңыздар болады, және де сливкимен дайындалатын кремді де қолдансаңыздар болады. Мен заварной креммен жақсы, арасында кождарына жақсы сіңетін заварной кремді қолдандым. Міне, мен барлық кождарына жағып шықтым. Енді бетіне қалған бағанағы кофемолкадан өткізген ұнтағымызды, кожадан қалған ұнтақтарымызды сеуіп шығамыз. Біздің балды тортымыз дайын болып шықты. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер деймін. Өте жұмсақ болып шығады. Видеоны толық көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек.